Бүгін біз Ханталапай ойын ойнамас бұрын Қаражарға биін билеп алайық. Дайынсыздар ма, балалар? Үй бәләжіктер! Қыздар, келіңдер, жігіттер, мен Қаражарға билейік. Келіңдер. Ой бәлә! Ой жарай жігіттер қаны! Хоп бәлә! Жарайсыңдар, керемет билеп шықтыңдар. Біз ойынымызды арғатай жалғастырайық. Ал сендер қазақтың ұлттық ойындарын білесіңдер ме? Қазақтың қандай ұлттық ойындары бар? Ату, көкпар, күрку, сарыс, көк күлес, соқыр теке. Ханталапай ойын ойнауды білесіңдер ме? Балалар, Ханталапай ойыны асықпен ойналынады. Асық қайдан айды? Балалар, мен сендерге қазір асық қайдан алынатынын түсіндіріп берем. Бұрында ата-бабамыз 4 түлік малмен айналысқан. Соның ішінде ең көп баққаны қой. Қойдың асық жілігін алып, асығын кептіріп, оны немерелеріне берген. Балалар, мен сендерге бүгін құр қой келген жоқпын. Сендерге бүгін мен көп асық алып келдім. Балалар, хан асығы деп аталады. Бұл кімге түссе, сол ойынды бірінші бастайды. Балалар, ойынды бастамас бұрын мен асықты ортаға шашып, талапай-ау талапай, ойын басталды алақай деп айқайлаймын. Сол кезде сендер талапай деп асықты жинап алуларын керек. Түсіндіңдер ме? Жинаған асықтардың ішінен қызыл түс кімге түседі, сол ойынды бастайды. Түсіндіңдер ме, балалар? Талапай-ау талапай, ойын басталды алақай. Жарайсыңдар, балалар, асықты жинап алыпсыңдар. Қызыл асық кімге түсті? Алимге түсіпті, жарайсың. Ал балалар, қолдарымыздағы асықтарымызды санайық. Кімде қанша асық? Темірға, сенде қанша асық? 4. Сенде Алима? 4. Мұстафа, сенде қанша асық? Қазір балалар, өздеріңізге сақа таңдап аламыз. Бір сақадан таңдап аламыз. Бір асықты өздеріңізге алып қаламыз. Таңдап алдыңдар ма? Ойын шартын түсіндіңдер ме, балалар? Қазір балалар бір-бірден қызыл сақа кімге түсті, сол ойынды бірінші бастайды. Қазір бір-бірден орнымыздан тұрып атамыз. Және де балалар, мен сендерге бір шартым бар. Асыққа кім дәлдеп түспейді, соған сұрақ қоямын. Ал сендер оларға не істейсіңдер? Көмектесесіңдер, дұрыс па? Жарайсың, Алим, сенің тағы бір мүмкіндігің бар. Тағы бір жол ат. Алим, сен дәлдей алмай қалдың. Саған бір сұрағым бар. Қазақтың ұлттық ойыны қандай? Бәйге. Жарайсың, Алим.
Келесі бізде Темірлан атады. Темірлан, сен дәлдей алмай қалдың. Саған бір сұрағым бар. Жылқының сүтін не деп айтады? Келесі бізде Мехмет ата ғой. Мехмет, сен дәлдеп аталмай қалдың. Саған бір сұрағым бар. Түйенің сүтін не деп айтады? Келесі бізде Мұстафа атады. Ата ғой Мұстафа. Жарайсың Мұстафа. Сенде екеу. Тағы бір рет. Жарай. Ата ғой. Ата ғой тағы. Мұстафа, сен дәлдеп тие алмай қалдың. Саған бір сұрағым бар. Мақал-мәтел білесің бе? Бір мақал-мәтел айтшы. Жарайсың Мұстафа, отыра ғой. Келесі бізде Нұрмұхамед ата ғой. Жарайсың Нұрмұхамед. Сенде тағы бір мүмкіндік бар. Тағы ата ғой. Тағы бір жол ата ғой Нұрмұхамед. Жарайсың Нұрмұхамед. Енді бізде Алим атады. Алим ата ғой. Алим, сен дәлдеп тие алмай қалдың. Саған бір сұрағым бар. Қазақтың ұлттық ойыны қандай? Жарайсың Алим, отыра ғой. Балалар, Ханталапай ойынын жақсы ойнап шықтыңдар.